Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге йодтың ағзадағы пайдасы жайлы айтпақшымын. Жалпы йод ағзадағы маңызды микроэлементтердің бірі. Оның ең басты қызметі қалқанша безінің тироидты гормондарының функциясын реттеу, яғни зат алмасу процесіне қатысады. Йодтың 60% қалқанша безінде болса, ал 40% бұлшықетте, жыныс жасушаларында және қанда. Егер ағзада ұзақ уақыт бойы йод жетіспесе, жүрек ауруы, буын ауруы, ас қорыту жүйесінің ауруы, эндокриндік, неврологиялық және ақыл-ой кемістігіне дейін алып келеді. Әсіресе жүкті әйелдер міндетті түрде йодты қабылдау қажет. Йод жетіспеушілігінің белгілері қандай? Созылмалы шаршағыштық. Адам демалып тұрса да, ұйқыдан тұрса да шаршаңқы болып энергиясының жоқтығы және температураның құбылмалылығы. Яғни температура 36,2-ден төмен болатын болса, онда қалқанша безінің гормондарына анализ тапсырғаныңыз абзал. Иммунитеттің төмендеуі, ісіну йод жетіспеушілігінің ең айқын белгісі болып табылады. Ал әйел адамдарда менструалды циклдың бұзылысымен жүреді. Етеккірдің ауырыңқырап келуімен және климакстың ерте келуіне де йодтың әсері бар. Сонымен қатар артық салмақта йод жетіспеушіліктің белгісі. Өйткені йод ағзада зат алмасу процесіне, май алмасу, көмір су алмасуына, белок алмасуына қатысады. Және йодты интеллект микроэлементі деп атайды. Өйткені ол жетіспесе зейін төмендейді, адамның есте сақтау қабілеті төмендейді. Және көңіл күйдің құбылмалылығына және депрессияға бейімділік болады. Жалпы ересек адамдар күніне 150 микрограмм йодты қабылдау қажет, ал жүкті әйелдер 175-200 микрограммға дейін йодты қабылдау қажет. Йод теңіз балықтарында, балдырларында, балықтың майында, етте өте көп болады мөлшер. Сондықтан да осы өнімді тұтыныңыздар. Егер йод жетіспесе, онда диффузды эндемиялық зоб, гипотиреоз, балаларда кретинизм, үлкендерде микседема ауруы, холестериннің жоғарылауымен, іш қатуымен және бедеулікпен көрінеді. Йодты таза йодты қабылдауға болмайды, яғни калий иодидімен қабылдау қажет. Міне бұлар калий иодиді бар iHerb сайтындағы йодтың түрлері.